Мен кішкентай күнде мен өзімнің әкем сварщик, дәнекерлеуші. Соның жұмысына қарап, қызығып, осы мамандыққа келген бетім. 2018-ден бастап, міне өз-өзіме жұмыс істеп, есік алдында жұмыс істеймін. Мен өзім, міне осы 380 аппаратым бар, мына ризак бар. Осы ризак сваркамен осы жұмыстарды істейміз, міне. Осындай жүк көліктермен айналысамыз. Осылармен міне мыналарды сдувать етіп, тазалап, шлифовать етіп, бірінші ризакпен сдувать етіп, тазалап, ыңғайлап аламыз. Енді бұл жұмыс білмейтін адамға қиын, енді істеп жүрген біз секілді әкемнен көргенім бар, үйренген. Бұл жеңіл мен өзіме. Осы мамандықты енді міне таңдадық. 18 жылдай болды істеп жүргеніме бұл іспен. Енді өз-өзіме істеп бастағаныма 5-6 жыл көлемі өтті. Таза осындай грузовой техникалармен істеймін. Баняға пештер, үйдің пештерін, отопление сондай құрылыстармен істеймін. Әкем енді міне 40 жыл болды, әкеме сварщик болғанына. Сол әкем қасында жүріп көргенім бар өзімнің. Содан қызығып өзім осыны бастаған ісім бар, жұмыс істеп. Енді әр нәрсені қыздыра білсең темірді. Ол да жұмсақ нәрсе. Қыздырып, майыстырып, иіп, өзіңе қалай ыңғайлы солай жасайсың. Оюлар жасайсың. Баняға пештер жасайсың. Енді өзіңе келтіріп, өзің фантазияңмен шығарып аласың керек дүниеңді. Енді бұл жұмыс дәнекерлеуші деген сварщик қой, орысша айтылады. Бізде солай тараған. Сварщиктің жұмысы ең мықты жұмыс деп өзім ойлаймын. Нағыз еркектердің істейтін. Темірмен алысып, темірді өз ыңғайына майыстырып, бүктеу, ол еркектердің жұмысы. Так істеймін дегендерге айтарым, бұның жұмысы кірлеу болғанмен, еңбегің адал, таза. Қолынан көп нәрсе істейсің, отопление істейсің. Оның өзі бұны біле істеп жүрген адамға бұл ең әйбат жұмыс деп ойлаймын өзім. Мен мынау сварочный аппаратым менің 380. Мынаумен дәнекерлеймін. Мынаумен темірлерімді кесем. Болгаркамен аны шлифовать етіп тазалаймын. Мынау сверлильный станок тесетін жағдайлар келеді өзі. Бір темірлерді тесіп, ана жерге втулка қою керек, соларға ыңғайлап қоямын. Мынандай пештер жасаймын баняға. Моншаның пештері бұл. Мен моншаның пеші жасап жатқаным. Енді жастарға айтарым, енді еңбектен қашпай бұндай жұмысты игере білсеңдер, бұл жақсы, ең мықты жұмыс енді. Жұмыс жемісті болады, үйреніп, біліп алсаңдар, жұмыстарыңа жеміс болады, табыстарың көбейеді.